Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен сұраған Дәуіт. Бүгін предплечье, яғни білекке арналған құралды жасайтын боламыз. Яғни оған бізге ескі болт және де ескі белбеу керек. Бұл жердегі басын аяғы ұзын жағына бекітетін болт керек. Міне мына жерге тура саласыз, бірақ та бұл жерге тесігіне тармайды. Сол себептен не істейміз? Тесігін үлкейтетін боламыз. Ол үшін келесі құрал бізге керек болады. Кеттік. Міне қазір тесеміз. Скорость болады қазір. Міне достар, енді жай ғана болтты байлаймыз. Вуаля, бітті, бәрі дайын. Міне қараңыздар, әбден бақ. Енді осыны белбеуді неге апарамыз? Аталайды. Үлкен өзге саламыз. Сосын предплечьеге качкай беретін боламыз. Міне өте қарапайым, сіз өзіңіздер жасай аласыз. Бұл видеоның мақсаты сізге жаңа бір ой тастау, сол арқылы өзіңіздің денеңізді шығаруға мүмкіндік жасау. Олай болса достар, кеттік, сынаймыз. Мынадай гантельді алдым. Егер видео сіздерге ұнаса, онда каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және де осы темада тағы да видео түсір десеңіздер, онда дайынмын, комментарий жазыңыздар. Келесі жолы ойланып қойдым, неге түсіру керек екенін. Олай болса достар, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен бірге болған мен, сұраған Дәуіт. Айтпақшы достар, менің инстаграмыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне мына жерде тұрады қазір. Мына жерде, міне. Осы жерде тұрады. Соған тіркеліп кетіңіздер. Ал біз болсақ келесі видеоны түсіруге кеттік.